Шымкент шоу театрының актері Берік Тұрсынбеков. Қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, ақжалықты аналар, асқар таудай ағалар, күлімкөз қарындастар, бауырлар, және басына орамал тартпай келген жеңгейлер деп қойды. Қош келісіздер. Бүгінгі ән кешіне, бүгінгі Гаухардың кешіне қош келісіздер. Енді Гаухар осы 3-4 концерт, осы қатардан осы жылда концерт беріп отыр ғой, 3-4 концертіне келіп, Гаухардың концерт деген сайын Шымкент шоу театр Шымкенттен көшіп келіп жататымыз. Әр концертіне келген сайын келесі жыл тойға келейік деп кетеміз. Бірақ ол концертіне шақырады қайтып. Соны биылда енді бәріміз келейік деп ек, балдардың бәрі, ой, бәрібір алдағы атып күйеуге шықпайды деп келмей қойды. Сен Гаухарға звондаймыз, Гаухар, ойбай, не болып жатыр, мен өзім барайын, еш болмаса құттықтап кетейін. Сізден балдардың бәрі ренжіп жатыр, тойға шақырмайды, тек концертке шақыра береді деп. Сөйтіп айтса, мен Гаухарды білесіздер ғой, әзірге шақырған адам. Мен биыл енді әдемі айға беріп жатырмын концертімді, әдейі. Майдан қалған байдан қалады деп, осы майға беріп жатырмын деп. Неге беріп жатыр екен, тағы да сеніп келдік енді. Тойдан жалға берейік ағайындар, Гаухардың тойына. Елімізде бейбіт заман болса, сол бейбітшіліктің арқасында ғой, бірінші Алла, екінші сол бейбітшіліктің арқасында осылай ойнап көліп, кеш тойлап, той тойлап жүргеніміз. Лайым елімізде бейбіт заман болсын. Соғыстан сақтасын Құдай басқасынан оны. Мына сырттың бәрін көріп жатсыздар ғой, қандай соғыс болып жатқандарын өздеріңіз де біліп, түйіп отырсыздар, неден болып жатқанын. Құдай сондай соғыстан сақтасын. Біздің мына қазақтың өзіміздің арамызда соғыстар қырғын, майда соғыстар. Соның өзі жетеді бізге солармен соғысып алсақ та. Солай емес пе? Келісесіздер ме? Мен бәріңіз де оқыдыңыздар ғой, тарихты білесіздер, өткенді білесіздер. Бәріңіз де білесіздер, кез келген соғысты алып қараңызшы. Басы бар, аяғы бар. Пәленшешінші күні басталады, түгеншешінші жылы аяқталады. Солай емес пе? Бір соғыс бар екен, өмір бақи бітпейтін, не аяғы жоқ. Бұл әйел мен еркектің арасындағы соғыс. Мына жерде біраз байқап отыр, біраз соғыстарда келер отыр ғой, шашылып түсе басталды. Бұл соғыстың ең жаман жері күні бойы атысқан жауын түнде көз бақырайып қасында жатады ғой. Оны не атып тастай алмайсың, не қолын қайып кісен салып кілемге ұстай алмайсың. Бұл амал жоқ, ақжалауыңды іздейсің. Бұл солай ғой. Бұл бір соғыс. Одан кейін басқа ұлтта қайдан біздің қазақ халқында қаттырақ дамыған соғыс бар. Біздің қазақ халқында. Бұл ене мен келіннің арасындағы соғыс. Солай ма апа? Соғысып жатсыздар ма? Құдай қуат берсін сіздерге. Бір әзіл естідім, бетін аулақ қыздым. Бір теңізде дейді, екі кеме жүзіп баратыр еді. Кімнің қалай олай отырғысы болғанын қайдан мен білмеймін. Бір кемеге тола енелер отырыпты да, бір кемеге толған келіндер отырыпты. Қарама-қарсы жүзіп баратқан ғой, бірін-бір көзбен атып жаңа. Бір уақытта дауыл соғып, жел тұрып, Титаник ұстап, енелер отырған кеме аударылып суға батып кетіп. Келіндер отырған кемеде дискотека болып отыр дейді жаңа. Орамалдарын аспанға лақтырып, біз емес Құдайдың айтады деп мәсіп отыр дейді. Бірақ обал не керек, бір келін кеменің бір бұрышында отырып алып, зар емелеп ойбайлап жылап отыр екен. Қалған келіндер таңқалып ғой. Ай, неменеге сонша жылайсың? Қуанбайсың ба қайта? Қимайтында енені сонша жақсы көретін бе едің? Сөйтсе жылап атқан келін айтады дейді, ойбай, енем бүгін үйде қалып кетіп еді, Құдай-ай деп ойлады. Міне бізде осындай соғыстар бар, сол соғыста жетеді, бізге Құдай сырттың соғысынан сақтасын. Мен енді ойлаймын, енді Алла разы болсын деген керемет тілектен кейін тағы бір жақсы тілектің бірі арманым орындалсын деген тілектен. Өйткені білесіздер, армандап жатқан адам өмір сүріп жатқан адам. Лайым бір-бірлеріңізге тілей жүріңіздер, армандарыңыз таусылмасын. Арман демекші, бір әзіл айта кетейін, әзілден бір аңыз айтып берейін сіздерге. Баяғыда бір хан өмір сүрген екен. Баяғы заманда ғой енді. Жаңа ханның әйелі босанса, бала шетінеп кете берді. Түсінесіздер ғой, шетінеген деген сөз. Бала тұрмаған ғой үшін. Содан хан бүткіл дүние жүзін аралап кеп, жаңа бір емшіні тауып алып келеді ғой жаңа. Әйелімді қарап беріп, бұл неге бұлай болды? Емші қарайды ханның әйелін. Қарап болғаннан кейін ханға айтады дейді, хан ием, уайымдамаңыз, сізде бала тұрақтауы мүмкін. Ол үшін бір қарапайым қара халықтың арасында жүрген бір ырым бар, соны жасауыңыз керек дейді. Хан да атып шығады, ойбай, не ырым жасаймын, не болса да жасаймын, тек қана маған ұрпақ қаса бол. Сөйтсе жаңа емші айтады дейді, ол үшін әйеліңіз босанған кезде жаңадан туылған нәрестені шақалақты. Арманы жоқ, туыла салысымен арманы жоқ бір әйелдің дамбалына орап алуыңыз керек дейді. Жоқ, күлмеңіздер, ол ырым солай. Ол жерде проблема ода болып тұрған жоқ, проблема арман жоқ әйел табу болып тұр бұл жерде. Білесіздер, қай ғасырда болсын арманы жоқ әйел табу ол мүмкін емес нәрсе. Қазір кез келген әйелді орнынан тұрып сұрайды.
премьерге. Арманыңыз бар ма деп сұрап көрейік. Бітті концерт жайына қалады, Гаухар жайына қалады. Соның арманын тыңдаймыз. Соқса ол заманда да арман жоғай таппаған хан нөкерлерін бәрін жіберді. Қайдан тапсаңдар, онdan табыңдар, маған арман жоғай тапқын деп. Ол нөкерлер байғыз қаланы аралап іздеп жүр дейді. Әр әйелге бар, арманың бар ма? Ол ойбай деп атып шығып, 100 арманын бір айтып тастайды. Ана әйелге барса 10 арман айтады, ана әйелге барса 5 арман айтады. 1 жыл іздеп таппаған, 2 жыл іздеп таппаған, 3 жыл іздеп таппай басталды сарбылап келе жатса, айналада бір әйел жүр дейді. Өз кедей, кембағал әйел болса керек, көйлектердің бәрі жырым-жырым, жамау-жамау. Ештеңемен жұмыс жоқ, әндетіп қойып тезектеріп жүр дейді жаңағы әйел. Сөйтсе ханның нөкерлері қасынан өтіп барып, мынау да әйел ғой, сұрайық құдадан деп. Ей, сенде арман бар ма, жоқ па десе, әйел күліп тұр дейді. Бір тісі бар, бір тісі жоқ жаңа. Менде арман жоқ деп айтады дейді. Ханның нөкерлері қайта-қайта сұрайды, қайта-қайта деді, арман жоқ менде. Қуанғандан басына әйелді басына көтеріп ханның алдына алып барады, ойбай таптық деп. Хан да сенер сенбесін білмей таң қалады. Шынымен таптыңдар ма? Ешкімге нөкеріне де, уәзіріне де ешкімге сенбей. Әйелдің алдында ханның өзі бар, әйелден сұрап жатыр дейді. Лишний өзі. Шыныңызды айтыңызшы. Менде бір осындай жағдай болып тұр. Әйелім босанса, арманы жоқ әйелдің дамбалынан нәрестені орап алса ғана тірі қалады екен. Сондай ырым бар екен. Маған шыныңызды айтыңызшы, сізде арман бар ма жоқ па десе, әйел күліп тұрып айтады дейді. Менде арман да жоқ, дамбал да жоқ. Бұны біз енді әзіл деп айтамыз ғой. Дегенмен бұның астарында пейілде біздің пейіліміз жатыр. Біздің қазақ бар болсын, жоқ болсын, күліп қарсы алып, күліп шығарып салатын сондай пейілді халықпыз. Лайым осы пейілімізден айырмай